Саламатсыз ба? Менің аты жөнім Спанкулов Маулен. Мен Спанкулов заңгерлік компаниясының негізін қалаушысымын. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы сот орындаушылардың құқықтары мен міндеттері туралы болады. Бұл тақырыпты толық ашпастан бұрын достар, менің YouTube каналыма, Instagram парақшама тіркеліңіздер, алдағы көптеген жаңалықтарды жіберіп алмаңыздар. Ал енді осы тақырыпты ашып бастайық. Сот орындаушы дегеніміз кім деген сұрақтан бастайық. Бір сөзбен айтқанда, сот орындаушылар өздерінің аты айтып тұрғандай, соттың шешімдерін, қаулыларын орындайтын және орындамаған адамдарды орындататын адамдар. Сот орындаушылардың арнайы өздерінің лицензиясы болады. Сол лицензия арқылы олар жұмыс жасап, сіздерге жақсы таныс арестерді қойып, карталарыңыздағы ақшаларыңызды сыпырып, қарызыңызды төлемесеңіздер, сіздің қарыздарыңыз үшін басыңыздағы машина, үйді арестке қойып, оларды сатып жібере алатын тұлғаларды сот орындаушылар деп атаймыз. Оларды коллекторлармен шатастырып керек емес. Сот орындаушылардан қорқып қашудың керегі жоқ. Өздеріңіздің құқықтарыңызды біліңіздер. Сот орындаушыларға барсаңыздар, олар сіздерді жеп қоймайды. Барып документтермен танысып, документтерді суретке түсіріп, копия жасатып, егер сот орындаушының заңсыз істерін байқасаңыздар, үстінен сотқа, прокуратураға, сот орындаушылар палатасына арыз жаза аласыздар. Сіз сот орындаушылардың әрбір сізге қатысты іс-қимылына отчет ала аласыздар. Егер ол сот орындаушылардың іс-қимылымен келіспесеңіз, сол сот орындаушылардың сотқа бере аласыздар. Сот орындаушылар кімнің ақшаларын ала алмайды. Біріншіден, ата-анасы қайтыс болып, сол қайтыс болғанына байланысты алып отырған пособияны. Екіншіден, мүгедектігі бар, яғни инвалидності бар баланың пособияларына. Үшіншіден, бала туылғанына байланысты пособияны. Төртіншіден, арнайы мемлекеттік пособияларды. Бесіншіден, АСП және тағы да басқа суммаларды. Сот орындаушылары ұстай алмайтын ақшалардың толық тізімі сот орындаушылар туралы заңның 98-ші бабында көзделген. Егер де сіздердің осындай шоттарыңызға аресттер қойылса, сот орындаушыны сотқа беріп, шоттарыңызды тез арада аштырып ала аласыздар. Сонымен қатар, сот орындаушыларға хабарласып, бұл шот пособияныкі екендігін дәлелдеп, сотсыз-ақ аресттерді шешуге болады. Келесі айтып кететін жағдай, сот орындаушылардың услугасы қалай есептеледі. Егер де сіздің қарызыңыз 60 мрп-ға дейін, яғни 166.680 теңгеге дейін болған жағдайда, сот орындаушы сіздің қарызыңызбен бірге өз жұмысына 166.680 теңгенің 25%-ын, яғни 41.670 теңге өндіре алады. Егер қарызыңыз 60 пен 300 мрп-ға дейін болса, сот орындаушылар өз жұмысының сіздің қарызыңыздың 20%-ын ғана алады. Қазіргі айтып кететін ақпарат әйелдер қауымына арналған. Егер де сіздер алиментті өндіру туралы соттың шешімін алып, сот орындаушылар өткізген кезде, сот орындаушы сіздің сот шешіміңізді қабылдамаса, сот орындаушының үстінен сотқа, немесе сот орындаушылар палатасына арыз жазып, лицензиясын тоқтатсаңыздар болады. Кейбір жағдайларда достар маған хабарласып жатады. Осы кредит алған адамдардың туыстарының, достарының шоттарына аресттер қоямыз деп қорқытады. Бірақ сіздердің шоттарыңызға шынымен сондай аресттер сот орындаушы қойған жағдайда, сіз сол сот орындаушының үстінен сотқа арыз жазып, сот орындаушының лицензиясынан айырып жібере аласыздар. Сот орындаушылар туралы тағы бір айтып кететін жағдай, мысалы сіз Алматы қаласының тұрғыны болып, сізге Астана қаласының сот орындаушысы арест қойса, сол сот орындаушының үстінен сотқа арыз жазып, сот орындаушының лицензиясын 6 айға дейін тоқтата аласыздар. Достар, осымен видеомыз өзінің мәресіне жетті. Видео сіздерге пайдалы болса, осы YouTube каналыма, Instagram парақшама тіркеліңіздер. Өздеріңіздің құқықтарыңызды біліп жүріңіздер. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.